Сәлем достар, сіз Жайхун YouTube каналындасыз. Бүгінгі сан сізге қызық болары сөзсіз, себебі сіз күткен һәм сіз сұраған темалардың біріне жүзлендік. Жайхунның білім суына сүңгуге таяр болсаңыз, біз баслаймыз. Адамзат тарихы тек ұрыслар һәм династиялардан ібарат емес. Гап сонда өтміште адамзат бүгін біз үшін апуайы болып көрінген нәрселерге ұмтылған һәм бұл ұмтылмас тарих бетлерін шын мәнісінде өзгерткен. Бір уыс бұрыш алтыннан қымбат бақаланатығын ауқатқа қосылатығын татымлар империялар тағдырын шешетығын дүнияны көз алдыңызға келтірің. Татымлар үшін кемелер, бүткіл бір флот құрылған. Және де қауіплі шартнамаларға қол қойылған. Сондай-ақ көпшілік қайтып келмейтұғын сапарлар да шөлкемлестірілген. Татымлар құралға, валютаға һәм құмарлыққа айланған. Олардың есі тек қана ауқат ықласпентлерін емес, ал байлыққа құмар саяхатшыларды да өзіне тартқан. Бір уыс далчын үшін жерлер сатып алу, бір қап мускат үшін Европадағы күшлер тең салмақлылығын өзгерту мүмкін еді. Яғни бұл ислер ізінен қууды інсан табиатының бүткіл бір мәнісі жәмленген еді. Бұл пайда, ашылулар және де хакімшілікке ұмтылу. Бұл сондай тарих һәм онда цивилизацияның рауажлану бағдары белгіленген. Осы тарих бізге ауқаттың өзінен көре татымлар ахметлірек болған ажайып дәуірге жол ашады. Бұл Жайхун жойбарының кезектегі сан һәм біз тарихи білімлер жәмленген суларға сүңгуге таярмыз. Бір уақытлары татымлар саудасы келтірген үлкен пайда күтілмеген ақбетлерге алып келген. Сен оқиын, бірақ бізге соншелі таныс болған бұрыш, ваниль ямасы далчын бір уақытлары соншелі қымбат бағалы өнім болған, олар салмағы тең ямаса оннан да көп алтынға алмастырылған. Екі себепке байланысты бұл дәм беруші татымлар саудасы үлкен дарамат келтірген. Біріншіден, олар байлар арасында тұрақлы талапқа ие болған, соның ішінде дәрі спатында да. Екіншіден болса, олар Европада өспеген. Айемгі Рим саудагерлері де жүдә қымбат өнімді тіккелей сатып алуды арман еткен, бірақ құрғақлықтағы жоллар жүдә қауіплі болған. Океанлар бойлап теңіз саяхатлары болса, антик теңізшілер үшін дерлік белгісіз еді. Тек қана 15-ші асырге келіп, кеме сазлы һәмде навигацияның рауажлануы Европаның ең батыр инвесторларына ұзақ атауларға жүдә қауіплі, бірақ перспективалы экспедицияларға қаржы кіргізу имканиятын берді. Татымлар саудасы бизнесіне турыдан-туры, яғни онлаған хинд, араб һәмде итальян далдалшыларын айланып өтіп, инвестиция кіргізудің ең айқын үлгісі Фернан Магелланның белгілі экспедициясы есапланады. Мектептен таныс болған дүния бойлап бірінші саяхат Тикарнан апойғаны бизнес жойбар еді. Үйден 10 мыңлаған миль ұзақлықтағы үлкен саяхаттың Тикарға харекетлендіруші күші іліми мақсетлер емес, ал сап финанслық мәплер болып шықты. 16-ші асыр басларында Африка атрапында Хиндистанға баратығын жолды португаллар өзлестіріп алды. Әлбетте, олар басқа европалыларды Азия менен жүдә пайдалы теңіз саудасына кіргізу ниетінде емес еді. Бұл жағдай бірінші кезекте испанларды қанатландырмады. Мадридте де Португал қызметінен дем алысқа шыққан теңізші Магелланның режесін қуанышпенен қабыл етті. Ол Американы айланып өтіп, Азия менен сауданы жолға қоюды ұсыныс етті. Нәтижеде нотариус тарапынан тастиқланған арнаулы шартнама түзіледі. Жойбарға Тикарға қаржыны бай саудагер топары кіргізді. Олар келешектегі пайда үшін үлкен капиталды тәуекелге қоюға қарар етті. Бірақ соны есте тұту керек, дәмлеушілер саудасы тек қана экономикалық емес, ал мәдени ахметке де ие еді.
Орта әсірлерде каранфил хамде мускат дәнелері тек қана дәмлеуіш сыпатында емес, ал оба хамде хауа арқалы тарқалатығын кеселіклерге де қарсы дәрі сыпатында да қолданылған. Яғни шпакерлер кеселіклерден қорғану үшін дәнелерге толтырылған хош иіслі қалташаларды алып жүруді мәслихат ететұғын еді. Себебі олардың иісін кеселіклерден сақлаушы қасиетке едеп табылған. Европада дәмлеушілер жәмиетлік дәреже белгісі де болған. Қымбат бақалы дәмлеушілер қосылған ауқатлар зияпатларда дәмі үшін емес, ал үй иесінің байлығын көрсету үшін дастұрханға қойылатұғын еді. Қызық тарепі сонда араб хамде венециялы саудагерлер бәсекелеслерді турдан-тура сапарлардан қайтару мақсетінде дәмлеушілер атаулары жанында қорқынышлы жыланлар хамде теңіз мақлұқлары хаққындағы әпсаналарды білхастан тарқатқан. Нәтижеде Малукка атауларының хақиқи карталары 10 жыллар дауамында көпшілік европалылар үшін сыр болып қала берген. Бұнан тысқары дәл дәмлеушілер саудасы себеплі трансмилли компаниялардың дәстепкі үлгілері пайда болған. Мысалы, Португалия королі саудагерлерге монополия құқығын берген. Кейін болса Голландия Шығыс Индия компаниясын акцияларға ие болған дәслепкі корпорациялардан бірі шөлкемлестірілген. Және де 17-ші әсірде оның капиталласуы көплеген Европа мемлекеттері бюджетлерінен асып кетеді. Хатте сарай сиясаты да дәмлеушілерге байланысты болған. Француз хамде инглиз хүкімдарлары дәлдалларға ғарезлі болмаслық үшін теңіз саяхатларына қауіндерлік еткен. Дәмлеушілер Европаның ауқатлану мәдениетіне да тәсір көрсеткен. Дәл сол уақытта даршын хамде қарабұрыш рецептлері толық суретленген бірінші аспазлық кітаплары пайда бола бастаған. Ақырында дәмлеушілер хамде товарлар алмасуы себеплі Европаға араб хамде малай тіллерінен жаңа сөз хамде түсініктер кіріп келе бастаған. Бұл болса тіл хамде мәдениетқа өз сәулеленуін тапқан. Дәмлеушілер тек қана сауда предметіне емес, ал ілім, медицина және де тіл білімі хамде аспазлық рауажлануының түрткі беруші факторына айланған. Әпсанауи экспедиция 3 жыл дауам етті. Бағдарланған бас кемеден тек біреу ғана Испания жағаларына қайтып келді. 200-ден астам теңізшілерден тек қана 18-і үйіне жетіп баруға ерісті. Магелланның өзі болса Филиппинде жергілікті халықпенен болған қаңлы соғыслардың бірінде қаза тапты. Бірақ бір ғана кеме әкелген татымлы дәмлеушілер барлық шығынларды артығы менен жауып берді. Дүние бойлап бірінші саяхат атыменен тарихқа кірген бизнес жойбары инвесторларға үлкен пайда келтірді. Көп өтпей экспедиция ізінен және онлаған кемелер жолға шықты. Океанлар арқалы өтетіғын теңіз жолларын үйренуге бағышланған 10 жыллықлар ұлы географиялық ашылулар дәуірі деп аталды. Декарында барлық экспедициялардың шөлкемлестірушілері хамде ілхамландырушылары географлар хамде ілімпазлар емес, ал тәуекел етуден қорықпайтұғын инвесторлар еді. Европа саудагерлері татымлықлардың бағасы төмендеп кетуінен жүдә қауітерге түскен еді. Тап Америкадан қымбат бағалы металлар ағымы күмістің бағасын түсіріп қойғанындай. Сол себеплі рейслердің саны һәм қатынайтұғын кемелердің саны қатаң шекленген. Мәселен, португалиялылар Хиндистан жағаларына артықша экспедициялары оларға керек болмаған үшін Фернан Магеллан қызметінен бас тартты. Бұнан тысқары көплеген атаулардағы татымлық плантациялары артықша өнім іздеп шығарылмау үшін аяусыз түрде жоқ етілді. Бүгінгі күнде дәм беруші татымлықлар әрбір асханада бар. Бірақ бір уақытлар олар көплеген адамлар хамде мемлекетлер үшін әдеуір қымбатқа түскен. Қолымызды жеңіл ғана әрекетлендіріп, бір шымтым дос емесі бұрыш салуымызбенен бұл дәм беруші татымлықлардың артында бір уақытлары океанлар, боранлар хамде адамлардың өмірі тұрғанын
ұмытқандай боламыз. Дастурханға татымлық алып келу үшін ұлы теңіз саяхатлары, дипломатиялық тіл біріктірулер hamde қауіплі келісімлер әмелге асырылғаны дерлік сенімсіздей көрінеді. Бірақ айне ұсулар жаһан тарихының бағдарын белгілеп, глобал саудаға текар салды. Және де далчын дәмі hamde ваниль иісі тарих бетлеріне патшалар hamde сәркардалардың атлары сияқлы мөрленіп қалған. Бәлкім анесі майда дәнешелер рауажланудың хақиқи харекетлендіруші күшіне айланған да шығар. Себебі олар арқалы Европа ұлы географиялық ашылуларға сенімлі түрде қадем таслады. Татымлықлар өзінен әлі қашан өзінің бұрынғы қадірін жойтқан болса да, олар хақындағы естеліктер соны еслетеді. Алтын har дайым тикарға байлық болмаған. Кейде ең күшлі еске ие болған нәрсе де хақиқи ғазине жасырынған еді. Құласы осындай гәплер. Егер видео ұнаған болса, лайк басуды hamde бізге жазылып қоюды ұмытпаң. Кезектегі санларда көріскенше саламат болың.